кездесіп өзім ойнадым жайдарман. ойнадың ба? Иә, Қай ойнадым. кезде? Мектеп кезінде. Әлеммен кездестік. Финал туралы сұрап отырмын, жайдарман туралы. Жалпы қалай болды, саған ұнады ма? Ұнады. Маған тыққан әзілдер ұнады. Жоқ, ұнағанда мен шынайы жауап бере берейін ба? 100% мен күткендей болмай қалды енді. Андай финал қазір не істейтін шығар иә. Жоқ, айта бер, ойыңда қалай бар, өткен нәрсе бар. Жалпы, не знаю, КВН-нің айналасында жүрген адамдар, жайдарман айналасында жүрген адамдар айтады, не деп тұр деген сияқты. Жоқ, енді мен как көрермен ретінде де мен де өзімнің андай бір күтетін болады ғой. Содан кейін кішкене жетпей қалды жайда, чуть-чуть финалда кішкене жетпей қалды деген сондай сезіммен қайттым енді. Мен жалпы андай сапасы жағынан шығар андай әзілдердің бәрі мүмкін. Сол жалпы тамаша болды. Мен негізі ол кездері қатты жақсы көріп қалдым, талантты болған деген қарап жүрдім ғой. Бірақ ана неде қарап отырып, финалда отырып кәдімгідей талант кәдімгідей маған сол кезде 100% өтті маған талант мысалы. Биыл олар қайттан түсіп жатыр сезім. Қайттан түсіп жатыр ма? Тамаша, мен сол кездер айтып кетемін балаларға. Талант бүгін күшті болды деп. Андай бұл не үшін жазып жатырмын? Просто сол кезде сені КВН түсінбейді деген әңгімелер болды да. Но когда банкетке келген кезде сенің алдан жыл келді да, танымаған кезде мен түсіндім да, что жаңа пікірлер қате екенін. То есть сен КВНнен алшақ жүрген адам емес екенін түсіндім да. Ойбай, мен КВН айтайын ба? Ең бірінші ойын қайсы деп еске түсірмей ақ қояйын, бірақ енді қазіргі ол бастапқыда одан алдындарында есімде DVD-дің кездері ғой. Әлгі анау Әбіл-Әкім, Серо-Буро-Малиновый, сол кездерден ғой, ана аграрка сарбаздарында Тұрсынбек аға жүрген кездер ана деп бар ғой, күрес, қазақша күрес. Сол кездерден келатқан әр жылы жібермей қарайтын көрерменмін ғой. Мен білмеймін қаншалықты мен ол КВН-нің жалпы асханасын түсінемін мысалы деген сияқты. Бірақ енді бәріміз менің ойымша жайдарман жалпы өте үлкен жоба ғой, баяғыдан бері келе жатқан және жастарды қалыптастыра алатын жоба да. Сол жайдарманның бір септігімен қалыптасқан бір адамдардың біріміз ғой мысалы. Білмеймін қалай енді бұл КВН-ді түсінем ба, түсінбейм ба, енді оны өздеріңіз шешім енді қыласыздар. Жалпы түсіндім мен, әзілден, жайдарманды то есть бұрыннан көріп жүрген адамсыз ғой, соны түсіндім мен. Екінші нәрсе, биыл өзім ойнадым жайдарман. Ойнадың ба? Иә, қай кезде? Мектеп кезінде 6-7 класстан бастап мектептің өзінің бірінші класстан ойнайсың мектеп несінде, потом мектептің сборныйында болғам. Басында орысша ойнап жүрдік, сосын қазақша ойнадық. Сосын неде Қостанайда Мәулен деген жігіттерді білесіз ба? Білемін деген. Сол Қостанайдың лигасын жасаған жігіттер, олар сол кездер университетте оқитын. Мектеп аралық жаңағыдай жайдарманда. Қазақша сол кездер бірінші рет жасалды. Қазақша. Тура бетіме түскен. Қостанайда ең бірінші қазақша мектеп аралық КВН-ді мен қатысқам сол кездер. Сборныйда болғам. Кейін жаңағыдай өзіміздің мектептен қатысып, кейін сол мектептерден сборный жиналып, әр мектепке барып концерт қоятынбыз деген сияқты. Кім бар? Нияз Шайхисламов, может, танисыздар, актер. Сосын кім бар? Бірге ойнаған. Орысша команда бар еді ма Қостанайда? Кім? КВН-ге дейін шықты ғой олар, Мастерковқа. Ой, Ильяс ше? Не дейтін еді? Кликухасы қандай еді? Киноларға түсіп жүр ғой? Кликухасын ұтып қалдым. Орыстарда. Ильяс деген Астанада тұратын актер ма? Қазір ол Алматыда тұрады, кажется. Алматыда тұрады ғой. Ол анау неде ойнады ғой? Фельдшер болып. Атын тұтып қалдым ма? Бәрі атын тұтып қалдым. Бір КВН командада ойнап, сол мектеп сборында. Одан кейін әрине мен қой, менен мүмкін шықпайтын шығар ондай актер деп. Сосын жалпы әрі қарай әнмен жалғастырып кеттім. Соны сені деп қол берейін деп жатсыз ба? Негізі ойнап
бұйырса Алматы, Астанадағы бір ірі ойындарға келуім керек, жүре болып, қонақ болып. тырысамын Даже андай иә. фестивальный ойындарда өлең айтсаң да вообще тема болады. ой тіпті тамаша болады мен жанкүйермін ғой егер ондай жерге тағы шақырып жатса мен шақырып жатсаңыздар мен келемін И биыл талантқа қолдау білдіресің да. мен қолдау білдірмей ақ қояйын жоқ өйтіп айтпай ақ қойсын ертең жюри болып иә қалса финал қолдау білдіре алмаймын бұл жерде енді қайтадан Бірақ ойындар талантын айт. өткен сезонда өткен финалда маған ұнады талант қатты сол осы жылы енді бүкіл сезонды қарап шығасың ғой кім жарып жатыр деген Қазір сияқты. уақыт жоқ дейсің ғой, сәл. сәл иә қазір мында концерт анау мынау көп шығып жатыр құдайға шүкір жұмыс бар содан кейін енді әрі қарай сол күндері тура жақсы кетіп қалса бара алатындай болды мен баруға болатын болса барамын Все жақсы күтеміз. жақсы